Сәлем достар, сіздерге бүгін дәл осындай янтарный цветпен шығатын алма вареньесінің видеосын ұсынбақпын. Вареньемізге алма, лимон, шекер қажет болады. Алманы жуып тазалаған соң кішігірім бөліктерге бөліп, соломка етіп турап аламыз. Сиробын жасау үшін 1 стакан суды қайнатып, шекер қосып араластырамыз. Сиропты араластырып тұрып, ерігенше қайнатамыз. Сиропқа алманы салып, қатты отта қайнатамыз. Қайнап жатқан уақытта ара-тұра араластырып тұру қажет. Лимонды жіңішкелеп турап қосамыз. Лимон бөлме температурасында сақтауға көмектеседі. Вареньені оттан алып, бетін жауып, шамамен 8 сағатқа дейін қойып қойыңыз. Классикалық алма вареньесі 3 рет қайнатылады. Суыған вареньені 2-ші рет қайта ысытып, қайнатып, тағы да суытамыз. Суыған вареньені 3-ші рет қайта ысытып, қайнату сәті. Классикалық алма вареньесі тамшысы жайылмай, сироптағы алма бөлшектері біркелкі таралғанда, ал өзі мөлдір және алтын түстес болғанда варенье дайын деп саналады. Бұл алма вареньесінің ең қарапайым дайындалу түрі. Видеоға лайк басып, тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.